Иә, айта бер. Мына Тұрсынбаев магазині не үшін өртенді, қалай өртенді, сіз сол жерде күзетсіз ғой. Соның бәрін маған нақты айтып беріңіз. Қалай болған, не болған? Сіз күзет болып, сол күні қайда болдыңыз, қалай өрт шықты, соның бәрін нақтысын түсіндіріп айтып беріңіз маған. Негіз ол не өтірік айтсаң, мына оформида мен сізді неге жіберем, судебный отделға жіберем. Үйреді сізге бәрібір сұрап келеді. Сол үшін осы оформида маған шындықты айтып не қылсаңыз, мен сіз жайында кешірім сұратып не қылдырып, жаңағы штрафын төлетіп бос жіберуге уәде беремін. Егер де өтірік айтсаңыз, сізді жоғары неге жіберемін. Сол үшін шындықты айтыңыз, иә? Тек маған шындықты айтасыз. Біз соға анау досым келген, менің анау екеуміз іштік, сол күні іштік, түндесіменде келді маған, екеуміз іштік, ішейік деді. Мен жұмыстан деп қоймай ішейік деді, іштік. Сөйтіп маған айтты, көтіңді тарып тұрып осы от жақсаң, от лапата қалады деді. Мүмкін мен айттым, мүмкін емес дедім. Етіп неған от шықпау дедім. Сен білсең көр деді, сөйтіп. Бүйтіп тарып тұрып, қатты осы зажиганды жағып қана от лапата қалды. Сонымен ана шубаға дейді, шуба өртеніп бастады. Сол кезде екінші шубаны алып өшіріп аттым. Сол кезде не? Тоқта, сен неменеге бетіңді бүркеп қолыңды бүйтіп соза бересің? Қалай сол осырдың, ол өрт шығып кетті, шубаға өртеніп өшіріп атсыңдар. Қалай сонда, қалай ұйқаспай тұр ғой. Неменеге бетіңді бүркеп ағасың сен? Бұл жерге келіп алып. Неменеге қолың соза бересің? Не ғой анау қолым бүйтіп атқан, анау өрт сөндіріп неғылып ұрып алғам, сол шынтағым ауырады, соған бүйтіп соза отырып неғылам ғой. Не ғой анау бетін бүркеп алған себебім, енді анау осырып неғылғанымыз енді күлкілі болып жатыр. Енді оны сіз камераға түсіріп отыр екен, соны бүкіл әлем көреді, ағайындарымыз көреді дегенде, енді мынау осынша жасқа келіп осырып, сол баланың тірлігін істеп жүр ме деп күледі ме деп, содан ұялып бетімді бүркеп, сол сізге айтып отқаным ғой, сіз де мені түсіндіңіз енді жағдайымды. Енді осырғым қайталанбайды. Бауырым, ал мақұл, ұятым күшті екен. Неғып сол кезде сен осыратын кезде, соны осырып, соны істейді. Мұны күлкілі нәрсе да. Сол осырып, соны істейтін кезде неғып ұялмай соны істедің, енді қазір келіп ұялып қалдың. Енді не деймін, не істейміз деді, сен не істеуге болады енді, соны айтыңыз. Мен не істесем болады сен? Қалай қыламыз енді? Ал осырып неғып ағайындарын көреді деп ұятың күшті болып тұр. Сол кезде ұялмайсың ба? Дап-дардай басыңмен сонда осырып, сондай нәрсе істеп. Енді мені кешіріңізші, енді осырмауға уәде берем. Шынымен, ешқашан осырмай, көтіме ие болып жүрем.